Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 7 маусымға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Тоқта. Бүгін қарапайым нәрселер тоқтыға ерекше сезімдер сыйлайды. Тоқты өз буын біреуге лақтыруға асық болады. Бірақ бұл дұрыс болмайды, сабырға келіңіз. Торпақ. Достық, серіктестік бұл бүгінде торпаққа өте қажет. Өзгелердің ісін неғұрлым көп жазсаңыз, өзіңізді жеке мәселелеріңізді шешуде сәттілікке жету мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. Бүгін бәрінен құтыласыз. Егіздер. Бүгінгі жұмыс сізге болашақ үшін жақсы перспективалар әкеледі. Өзіңіздің эмоцияларыңызды олар қандай болса да сақтаңыз. Бүгінгі оқиғалар қайғылы ертегі сюжетіне ұқсайды. Шаян. Тыңдаушының позициясын алуға тырысыңыз, сонда сіз сұхбаттасушыны қуантасыз. Ал өзіңіз көптеген жаңа және қызықты нәрселерді білесіз. Жұлдыздар бүгін отбасыңызға көбірек уақыт бөлуге кеңес береді. Арыстан. Бұл күн некеге және басқа отбасылық қуаныштарға өте қолайлы. Мағынасыз қарсылықты болдырмау үшін арыстандар өздерін бақылауда ұстауы керек. Бикеш. Бикеште елеулі материалдық шығындар болуы мүмкін. Алайда бүгінгі күн тамаша қуанышқа толы жаңалықтармен келеді. Таразы. Бүгін түскі астан кейін таразылар бәріне мүмкін емес нәрсенің мүмкін екенін дәлелдейді. Бүгін таразы біреуге қолдау көрсете алады, немесе жақсы кеңес бере алады. Жақын адамыңызды сағынасыз, бірақ таразының тәкаппарлығы оның қайтып оралуына жол бермейді. Сары шаян. Егер сыршаяндар бұрыннан біреуді шақырғысы келсе, бірақ батылдық танытпаса, олар бүгін міндетті түрде өз шешімін жасауы керек. Сыршаяндар қайталау оқытудың анасы болатын жағдайға тап болады. Мерген. Стихиялық және сұмдық, бірақ дауыстап айтылатын мергендердің идеясы басқалардан қолдау табады. Бүгінгі таңда сізді тек жақсы музыка шабыттандыра алады. Көңіл күйіңіз ойдың жылдамдығына байланысты өзгереді. Тауешкі. Жоспарланбаған, бірақ жағымды қонақтар болуы мүмкін. Тауешкілердің түпнұсқа идеялары оларды сәл байыпты қабылдаған жағдайда жүзеге асуы мүмкін. Күні бойы сізге жетіспейтін ақша туралы ойлаудың қажеті жоқ, өйткені барлығына жетіспейді. Және әрдайым сізде бар нәрсеге қуануға тырысыңыз. Су құйғыш. Бүгін су құйғыш көз жасын төгуі мүмкін. Бұл өте жақсы, өйткені олар қуаныштың көз жасы болады. Еш нәрсеге өкінбеу үшін ерекше ештеңе жасамаңыз. Басшылықтың әділетсіздігі су құйғышпен көп байланысты болуы мүмкін. Балықтар. Бүгін бас тартуға арналған жаһандық күн емес, сондықтан бәрі жақсы болуы керек. Жұлдыздар бүгінде балықтар көптен бері қалағанын айтуға батылдық таныту керек дейді. Жаңа бастамалар үшін жақсы күн емес, әсіресе серіктестікте. 7 маусымға арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.